Саламатсыздар ма? Менің есімім Қожагелді Нұрқасым. Мен көп салалы болашақ колледжінің 2-ші курс студентімін. Мен бүгін сіздерге острый миокард инфаркты кезіндегі алғашқы көмекті көрсететін боламын. Миокардта жүктемені жеңілдету үшін бірінші кезек пациенттің басын жоғары көтеріп, жатқызып, оған барлық физикалық белсенділіктер шектеп, пациенттің өзіне психологиялық тыныштықты қамтамасыз етеміз. Және пациенттің сатурациясын өлшеп, егер ол 95%-дан төмен болған жағдайда пациентті маска арқылы оттек тұтынуымен оттек жұтуын қамтамасыз етеміз. Және тамыр ішіне катетер енгізіп, оны мұқият таңғышпен таңып бекітеміз. Және пациенттің ауырсынуын жеңілдету үшін бірінші доза морфин препаратын бірінші дозада 2-4 мг катетер арқылы тамырға жіберіп ауырғанын басамыз. Бұл препаратты әрбір 5-10 минут сайын қайталап отыруға болады. Және тіл астына нитроглицерин таблеткасы қалыпты артериялық қан қысымы кезінде әрбір 5-15 минут сайын қайталап отыруға болады. Пациент ауырсыну сатысы жоғарылаған кезде 0,9% 200 мл натрий хлориді ерітіндісіне ертілген нитро 1%-ды 2 мл нитроглицерин қоспасын қосып, осы катетер арқылы пациенттің артериялық қан қысымын және жүрек соғу жиілігін бақылай отырып жібереміз. Бастапқы жылдамдығы 10-20 тамшыдан бастап минутына 30 тамшыға дейін жеткізуге болады. Пациенттің қан қысымы 90-нан төмендей бастаған кезде осы тоқтатамыз.